Сәлем достар, ойлантап көз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 4 сурет, 1 сөз. Яғни бұл қандай сөзді білдіретінін табатын ойынды ойнайтын боламыз. Арамызда бұл ойынды бұрын-соңды ойнаған адамдар бар шығар, я? Балалық шағымыздың ностальгиясы десек те болады бұл ойынды. Сол ойында қайта есімізге түсіріп ойнап көрейік. Жалпы ойынымыз 20 сұрақтан тұрады және ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Ойынымызды бастамас бұрын әдеттегідей каналға жазылып, лайк басып және колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, себебі келесі жолы бұдан да қызықты видеолар шығатын болады. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды және әрі мотивация болып табылады. Сонымен қатар описание бөлімін оқып шығуды да ұмытпаңыздар. Ал олай болса, ойынымызды бастайық. Бірінші сұрағымыз, қарап алыңыздар. Енді ойланып көріңіздер. Бұл 4 сурет салу деген сөзді меңзейді. Ал сіздер дұрыс таптыңыздар ма? Тері, яғни кожа. Қыс мезгілі. Бұл оңай болды деп ойлаймын. Теңіз, яғни бұл 4 сурет теңізді білдіреді. Номер. Геометрия сөзі. Келесі сұрақты жақсылап ойланып көріңіздер. Қызыл, яғни қызыл түс дегенді білдіреді. Бұл сөз сіздерге өте оңай болды деп ойлаймын. Терезе. Гүл. Бұл да оңай болды деп ойлаймын. Әмиян, яғни кошелек. Бұл суреттеріміз көктем мезгілін білдіреді екен. Сіздер дұрыс тауып жатырсыздар ма, достар? Бұл 4 сурет саяхаттау деген мағынаны білдіреді. Сіздер саяхаттап көргенсіздер ме? Жүгіру. 14-ші сұрағымыз. Кітап оқу деген мағынаны білдіреді екен. Топ. Компьютер. Келесі сұрағымыз, жақсылап ойланып көріңіздер. Көз. Дұрыс тапқан шығарсыздар деген ойдамын. Жаз деген сөзді білдіреді.
Сары, яғни сары түсті білдіреді. Машина. Бұл біздің ең соңғы сұрағымыз болатын. Осымен достар, біздің ойынымыз аяқталды. Ойын ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарийде неше балл алғаныңызды жаза кетіңіздер. Мені қолдап каналға жазылған әрбір адам үшін алғысымды білдіремін. Келесі жолы қандай видео түсіргенімді қалайсыздар? Комментарийге тоже жаза кетіңіздер. Ал ендеше келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.